Барлық әлем Нунакунан сәлем достар, қалайсыңдар, жақсыңдар ма? Бүгін Камил екеуміз тағы да реакция түсіретін боламыз. Реакция. Ужас киноларға вторая часть. Мен бүгін өткендегідей бүйтіп отпаймын. Болды. Смело отырам. Қорқпаймын. Өйткені күндіз түсіріп жатырмық, болғанда терезе ашық тұр. Короче, күндіз түсірдік қой. Бірінші фильміміз «Не оглядывайся», артқа қарама деген ғой, короче. Достар, видео қарамай тұрып лайк басыңдар, тіркеліңдер. Если сендерге қорқынышты болса, то обязательно коммент жазыңдар. Я теперь ютубер. Адам жүріп келе жатыр, сумкалар қолында. Метроман мынау. Тағы да драма қараймын деп қойдың. Our Chinese friend. Қытай ма? Наверное. Я думаю. Қытай ғой, иероглифтер басқаша кореялар. Осылай ма тоже? Жоқ, Қытай сияқты. Қытайский хоррор қорқынышты емес сияқты, қатты не знаю даже. Американскийлар ғой, вот американдықтар түсіре алатсам бар. Don't look back. Не, бір жерден өтіп бара жатыр, короче. Походу, короткий жолмен өтіп бара жатыр деймін. Ағамыз. Осындай жерлерде всегда плохой пацандар жүретін еді ғой. Тез жүгіріп өтпей ма, мен всегда сөйтем. Смелая походка. Кажется, он устал с работы. Вау. Кім бұл? Просто прохожий человек. Он все видит это звуковыми эффектами. Вау. Чел тебе так кажется, он просто бегает. Сейчас же говорят, спорте қой, короче. Тез өткетейші, не ажырсың? Сол. Адам көрмеген бе? Но это уже обычное дело. Бәріміз көретін шығармыз түнде қызыл көйлектегі әйелі, да, бас соғып тұрған сценаға. Обычная жизнь. По канону. У нее даже крови нет. Так что өтер смело. В красном платье, значит, добрая. Вот такой звук, прям как из Майнкрафта. Да? Құттай жерде 1000 сағат өтті ғой. Сол. Алда көмектесеш. Болды ғой. Да? Улыбается, значит, добрая здесь. Вот так ходите своя. Аятыл көрсе бұрыннан білгенде, өйтпен ондай моментті тіп қойдың. Так что аятыл көрсін айтып достар. Не мне и сразу крепление екінші этажа или қалай? По 10 сағат. Ұйқым кетті. Ал мысық па? Жоқ. Вызвать полицию нет. Деп ауыр күрсіну, да? Түн болды. Бәсе, ойлап қойым. Видите, достар, мен уже қорқып отқан жоқпын. Сквозняк қой, брат, жап жібер ана терезені. Жодек, музыкальный бір нәрсе сияқты, я? Кешегі ойыннан кейін маған ештеңе қорқынышты емес уже бар ғой. Кеше сам я набралась смелости немного. Вчера я сам погрузился в игру и теперь нормально живу. Барып қойыңыз. Артқа қарама дейді, артына қарап қалады да
уә дейді. Уә. Жүрген жері тек ал болу керек қой, алды жақ. Артқа қарап болмайды ғой қарауға. И приколдеса. Уютный ма, да? Бұл... Ана артта явно. Если осындай ракурс болса, значит артында бірдеңе. Бұл фильмді жаңадан түсіп жатқан фильмдерге көрсету керек сияқты. Артыңа қарамай дейді. Деп прикол сосын. Қайтып бана жерде оказался. Прикинь? Ема базарып. Телепортте болсын айт. И банаға чел тұрады дейсің. Он еще босиком. Аяғына сақын теді. Ұрпағын жалғастырың келе ме деп көпсен. Мама! Бежать, упасть. Кім анау не сияқты ғой? Не бар емес қана? Бүйтіп тұратын. Сербская леди. Білмей тұр ой, что-то мұны. Аяғын ашып алған бүйтіп. Нақтұртсыз қашпай ма? Сол. Режиссеры думают, что это напряженно. Нет, они ошибаются. Он как будто балерина. Балет. Эй! Эй! Тебе кирдык, пацан. Вот, қашпай қой. Смирись, ты умер. О. Ну... Бітті ма? Қатты қорқынышты емес, вообще. Банальный сюжет, банальный... Бәрі банально. Ну, как бы сказать, тройка беремін ма ужастике. Мен нормально, менде тоже самый 4 берем. Келесі біздің фильміміз ол «Отражение». Келбет, да? Жоқ. Айнадағы бейне ғой, короче. Сенде осындай айна бар ғой деп қойып сені. Жоқ, осындай ужастиктар қорқынышты болады, по сути. Мен, когда айнаға қарағанда, тоже иногда шошып кетемін өзіме қарап. Ема не отыр? Көрмей қалдың ғой? Да болған жоқ. Жоқ, артынан біреу деп жатыр, көрмей. Ана. Көрдіңдер ма, достар, не анау? Вот енді мынау реально қорқынышты ана түр. Түнде айнадан қорқатындар, қарамаңдар бұны. Иногда ванныйда осылай свет не секундеді. Қорқынышты мынау енді. Это было крипово. Қорқпа, бауырым, мен сен қасындамын. Ол гримаса енді страшный, Айнадан көре алады да, онда сонда бұны. Мынау не қорқпай жатыр, мынау? Айнадан көре алады, Еще двухсторонний айна ғой. Шихе. Қатты қорқынышты. Жоқ, мен өтірік реакция беріп отырмын. Қойшы. Зрительдер не істеу үшін хотя бы қызық болсын деп, дым қорқпасын, тоже қызық емес қой видео. Мен өткенде бүйтіп отыр едім, видите, я снова родился, мне не страшно. Су тарт болсаң да. Просто көмектесіп өйстіп шығып отырсаң да. Неге постоянно осындай? Это она в параллельной вселенной, в общем. Көрме қаталады істейін. Против себя, да, короче. Мен баяғыдан калимамды айтып жата бердім. Наоборот, алға қарай жүріп көрші. Не болады екен? Келген мужик ұқсайды екен. Это был мужик, это была не она. Вот такой, смотри. Типа, смотри на его рожу.
Типа так, типа рекламный какой-то бір Это не как сияқты. будто Тарзан. Нет, қатты страшно емес соңы, но болды дейді. Ага. Ну, Дейді ғой, қойсаң, страшно болды ғой. И оцениваем же, оцениваем. да. Бис. Эй! Не, бис. Мен жоғары бал қойын деп жатсам, потому что испугался. Бис. 7. Кеттік келесі бізде ол короткометражный фильм Бакс Банни. «Плохой кролик» дейтін. Бәд Банни. Но не сияқты бір. Комедия сияқты как будто. Очередной ненің Cartoon Network'тың несі сияқты. Бір фильм сияқты. Симон. Утка оставалась, походу. Вау, закат один. Осындай мультиктер кайф етпедім қарағанда. Фу, не жер. Сол жағында густи жеп жатқан шығар. Ну, комфортно сидит человек. Какой-то сырой тушенка жеп жатқан сияқты өтті. Осы мультиктегі охотник бар ғой, сол сияқты ғой бұл. Я. Бірақ ол бородатый ғой охотник. Жоқ. Бородатый ол охотник. Қара, утка өлтірді енді за кроликом. Да. Охотник. Вроде бородатый емес ой там тоже. Көрсетті ғой мультигі. Бакс Банниға қотамайынды. Но точно хоррор, ма? Ну, есть какая-то жуткая атмосфера. Опасно. Отправляться с утра? Нет. Отправляться вечером? Да, ты хочешь? Да, нет, тіпті. Вечером, түн ғой то. Солғы. Еріктенікі. Үйде отыра бермей, тыныш мультиктерін қарап. Паштетін жеп. Морковь қо. Достар, даже қатты көп сөйлегіміз келіп тұрған жоқ, чтобы сіздерге де қарауға қызық болсын деп. Какой-то мутант Бакс Банни шықса да. Нұрбат, сен гримасы қорқынышты ғой. Он думает, что он хитрее кролик. Тиштер, фильм емес, мен түріне қорқып кетті. Мне кажется, заяц будет хитрее, чем он. Мне кажется, охотник не он, а заяц. Соло. Это как в мультике делает. Да. Мультикте сөйтіп атады ғой, Я нараға атады ғой. О! Это что, аниматор? Это что, аниматор? Мне кажется, он в конце на этот капкан сам попадет. Он женатый, что ли? Где он женатый? А где его дети, получается? Қой, шлимна өлтіргенді. Индийский фильм қаратқан сияқты сөйтіп. Айттым ғой, өз капканына түсіп қалады ка.
не болып кеткен қазіргі қорқынышты фильмдер сақталып кеткен ба деп. Давайте енді біз деген фильммен емес, енді қорқынышты мультфильммен аяқтайық. Midnight Snack дейді. Оны алайын. Полночь, что там, не знаю, посередине ночи. Аташка выглядит добрым. Ну, отель Один. Заброшка. Амалсыз, походу, заброшкаға барады. Сразу работающий фонарик. Это подозрительно. Кто-то ждал его. Я еще Полина тоже. Шутка такая. Мне кажется, да, ему пофиг, главное, чтобы согреться. Кабрю ашла дояна. Ох, ема. Так, старый диван. Ох, Кукла. ема. Кукла тұр. Кім ашты сонда есікті? Интересно. Кукла ой Кукла деймін. шар. Кукласы басынан да үлкен ғой. Так, мальчик с дочкой на картине. Он сейчас Съешь куклу. Мияқтан натуре бірден болса Кина. жеңдеп тұр ма? Соға. Лучше потерпел бы. Бұл хоббис екен енді. Қазір бәрін ашып ақтырып береді. Он нашел тело человека. Сончик қой. Его ничто не смущает. Дыра. Что нужно делать? Правильно. Залезть в эту дыру. Қолыңды тық. Алды, тамақ пайда болады, я. Я, тамақ қара, тамақ шығарады ол. Примерно тамақ шығарайын тұр. Картошка? Айттым ғой. Ужастик сөйтіп шығарады негізі. Даже жасай ма газ, база жоқ. Онда мияқты смело ремонт жасатып не істеуге болады ғой. Проверю. Что он посветился, картошка? Схавал. Ему пофиг. Главное схавал. Прикинь, это будет части тела людей. Тағы да оянады. Тағы да дыра не қылады. көз Ема ашылды. көз ашты ма? Мне кажется, он не собирается уходить отсюда, его все устраивает. Сәт бұл. Біреудің аузы сақты. Жүрегін суырып алып жоқ қойған. Мамасы ғой. Айттым ғой, жүрегін суырып жеп қойған. Сындырғыш. Мен сенің жүрегіңді жедім, чтобы сен менің жүрегім болу үшін деп. Неге жабайланып тұр анау әйел деп қойматсың. Переживаю за этого мужика больше, чем за себя. Он просто хотел согреться и поесть. Его съели. Теперь он часть семьи. О. Соның жүрегін алды өзіне. Өте мағыналы, өте күшті. Ну, Отбасымен бірге көрдік.
отбасымен бірге көрейік. Сол достар, егер де сендерге осындай хоррорлар... Оценивать етпейсің ба? Ну, 5, 5. Я тоже. Достар, осымен видео аяқталды. Реакциямыз ұнаса лайк басыңдар, ардына тіркеліңдер. Тағы да қандай незатқа реакция түсірек соны жазып жүріңдер комментарийға. Сендермен болған... Комментарийда ссылка қалдыруға мама. Жазға? Басқа видеоларға. Вот. Келесте қандай видеоларға реакция түсірек, примерно ссылкаларын қалдырып кетіңдер онда. Күлкілі видео, аянышты видео, ужасный видео. Ссылка қалдырып кетіңдер. Сол сендермен болған мен Нұрболат және Камила. Пока достар. Пока-пока, чао. Пока-пока, чао.